сәлеметсіздер ме? Мен немереме сабағын оқып болғаннан кейін бос уақытында күнде кітап оқытамын. Кітап оқып дағдыланған баланың өзіне жақсы. Бүгін оқыған кітабымыз өнегелі ертегілер. Бұл кітапты таңдағанымыз, бұл кітаптың ішінде өте жақсы тәрбиелік мәні зор ертегілер бар. Жан-жануарлар туралы болса да, сол арқылы бала адамға жақсылық жасауды, еңбек етуді, сүйіспеншілікті, қамқорлықты, бір-біріне жақсы қарым-қатынаста болуды бәрін де осы ертегілерден алады, үйренеді. Сондықтан осы ертегіні таңдадым. Басқа да мына жерде ертегі кітаптар көп, бала бәрін оқиды, көбісін оқып бітірген. Мына ертегі кітаптың ішінен де бәрін оқып алды деуге болады. Жақсы кітап жан азығы дейді ғой. Мен кітап рухани азық деп ойлаймын адамға. Ертегілер деген кітаптан бір ертегі оқып беремін. Сол ертегілердің бірі күн, ай және әтеш. Ертеде аспанда ағайынды 3 бала өмір сүріпті. Үлкені күн, ортаншасы ай, кішісі әтеш екен. Күнді жерде тіршілік ететін адамдарға, өсімдіктер мен жануарларға жарық пен жылу таратуға кеткенде, үйдегі кіші інілері ай мен әтеш үнемі келіспей қала береді екен. Бір күні әбден ыза болған ай әтешті айдарынан ұстап алып, жерге лақтырып жіберіпті. Кешке үйге келген күн болған жағдайды естіп біледі. Ашуға булығып айға: туған ініңді көзін қиып қалай лақтырдың? Сендер рақымсызды көргім келмейді. Бұдан былай аспанға мен күндіз, сен түнде шығатын боламыз. Ал әтеш жақын інім болып қала береді. Ол мені ұмытпайды дейді. Сол уақыттан бастап әтеш таң атасымен күнді көргенде кукареку деп айғай салатын болыпты. Бұл амансыз ба? Күн аға дегені екен. Ал кеш түссе қонақтауға кетеді. Өйткені аспанға шыққан айды көргісі келмейтін көрінеді. Бұл ертегіден біз кішіге қамқор болу керектігін үйрендік.